Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін жұмыстан ерте келіп сіздерге видео түсіріп жатқан жайым бар. Видео басталмастан бір менің арнама жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Мына үшінші видео түсіріп жатырмын. Уже бір жағдайлар болып қалып жатыр. Қайта телефон басылып қалып жатыр. Не істеп қалып жатыр. Енді осы видеоны до конца түсіреміз деген ойдамыз. Видео басталмастан бұрын айтып өткенде арнаға жазылып қойыңыздар міндетті түрде. 1000 подписчикке жеткізіп тастасақ жақсы болады еді. YouTube каналымызда оқырман саны 675 болып тұр. Соны 1000-ға жеткізіп тастасақ, аршаны 400 подписчик жетпей жатыр. Енді бүгінгі видео Адлер тауықтарынан ақша табамыз деп айтып жатыр қой. Қалай ақша табамыз деген сияқты сұрақтар өте көп келіп жатыр. Бұл тауықтарды асырасаңыздар, тиісті жұмыртқасын инкубаторға сатасыздар. Қыста қазір уже көктемде бұлардың жұмыртқалары инкубацияға зор өтеді, жақсы өтеді деп айтсақ та болады. 200 теңгеден бір жұмыртқасы 200 теңгеден сатасыздар. Инкубатордың сезоны біткеннен кейін бұлардың бір жұмыртқасын жеуге де сатсаңыздар да болады. 80 теңгеден ол жағынан сіздер ешқайда да ұтылмайсыздар. Әр сезонда өзінің ақшасын бір тауық өзінің ақшасын атқарып отырады сіздер артығымен. Мысалы, тауықты сіз деген 5000-нан алатын болсаңыз, бір жылда сізге тауық 5000-нан да көп ақша табатын. Шығарып береді ақшасын, өз ақшасын өзі шығарып береді. Сол себепті осындай породысты тауықтар ұстасаңыздар, өте керемет деп айтсақ болады. Ең сұранысқа ие тауықтардың бірі Адлер. Сосын бізде австралиялық породасы бар, андай қара тауықтар. Енді ар жағына кіру үшін далаға шығу керек. Осы жерден көрсетейін сіздерге қазір. Осы австралиялық породасында тауықтар бар. Бұлардың да сұранысқа ие. Бұларды асырасаңыздар, тиісті бұлардың жұмыртқасын инкубаторға сататын боласыздар. Бұлардың инкубацияға жұмыртқасы 400 теңге. Және де манағыдай жеуге де сатсаңыздар болады. 80 теңгеден жеуге сатқаннан көрі инкубаторға сатқандарыңыз әлде қайда өздеріңізге тиімді болады. Және де қазір бұлардың жұмыртқасы 400 теңге айттым. Балапандарын сататын болсаңыздар, балапандарын 800 теңгеден басталады. 800 бен 1500-ның арасында сатасыздар. Линияға байланысты. Мен өзім бұлардың балапандарын 800-ден сатам. Басқалары қалай сатса да енді әркім өзі біледі. Сол себепті бұл тауықты да асырауларыңызға кеңес берем. Бұл тауықтардың бір жылдықтары, 8 айлықтарынан бір жылға дейінгісі бағасы 8000 теңге болады. Бір тауықтың бағасы 8000 теңге болады. Бұлардікі енді 5-6 мың теңгеден бастады, Адлердікі. Сол себепті породасты ұстаймын десеңіздер, осындай жағдайда ұстасаңыздар болады. Көп сосын сұрауды, жұмыртқа бағытында қалай ұстасақ болады деп. Жұмыртқа бағытында айтып кетейін, оған жұмыртқа бағытында сіздер несушкалардан айтайын. Легорн асырасаңыздар болады. Легорн күн ара туу дейтінді білмейді. Күндегісін күнде бір жұмыртқа туып тұрады сізге. Тек қана жемін жақсы берсеңіздер болады. Сосын доминант бар, Ламан Браун бар, Хайсекс дейтін бар, Декл Уайт дейтін бар. Енді әртүрлі породасы бар ғой. Ең сіздерге тиімдісі Ламан Браун мен Легорн породасы өте тиімді болады жұмыртқа бағытына. Сол себепті соларды асырасаңыздар болады. Бүгінгі видео осымен тамамдады. Енді алла бұйыртса келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.